Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы Мақтаарал ауылдық округіне қарасты Жұлдыз ауылының тұрғындары жергілікті әкімдік жұмысына қатысты бірқатар мәселе көтеріп отыр. Ауыл халқының айтуынша, округ әкімі Арман Жұматаевты тұрғындардың басым бөлігі танымайды. Тұрғындар әкімдік тарапынан халықпен ашық кездесулер сирек өтетінін айтады. Ауыл тұрғындарын алаңдатқан негізгі мәселелердің бірі көшелердің жағдайы. Олардың сөзінше, кейбір көшелер бірнеше жылдан бері асфальт көрмеген, ал жақында төселген жолдардың сапасына да көңілдері толмайды. Тұрғындар жол құрылысы кезінде пайдаланылған тастар ауыл маңындағы көлден алынғанын айтып, жолдың сапасына күмән келтіріп, бұл жұмыстардың сметалық құжаттарда қалай көрсетілгеніне түсініктеме беруді сұрап отыр. Мына көшеден келгендерді бар ғой, барлығы қашқан мынандай етігі болады. Мен мынада етпен келемін. Мына көшеде. Мына жерде кейін туфли киеді. Түсіп кейін ет киіп барады. Баш жерін қолға қашан аласыз? Сізге қарағанды отырып, мен суретін маған жібер, мен ояқтан сізге жіберіп тұрдым. Водозаборный машина бойынша ма? Ол реконструкция. Андай жарылып кеткен су шығды ағылатып, біздерге ақша деген ананы бізге кеп атыр. Башын жарылып кеткен. Қай жерде? Міне жерде. Ауыз су ма? Ең ішіндегі ма? Қазір суының бәрі ағып. Суы ағып жатыр жерге. Біздер, мысалы, 2000 төлейтін болса, қазір 6000 төлейміз. Анау есеп бізге кетеді. Счетчигіңіз бар ма? Қалай сізге артық сума қойады? Ол үш-төрт неде бар ғой, неде 5-6 айда бір не алады, үш-төрт ананың жазу бізге дұрыс келмей жатыр. Қой шей дейміз. Айттым мынаны істеп берсей. Ол қатырамғасын сол енді сөйде шоттан судың деңгейі 10%, 20% көтерілсе түнде. Шолда бізге келіп жатқан жерде учет бар. 70-ге счетчик қойылған ғой. Енді соны жөндемейді. Мынаған айтамын да, мен анаған барсам... Қазір үш қаш болыпты есіге. Күні түн ағып жатыр. Жиренбаевтың басқаруындағы, балансындағы, өзінің басқаруындағы водозаборный машина. Ол кісіге де шыққанбыз. Реконструкциясын қашан істейсіздер? Енді ол кісілерден жауап жоқ па? Ауылдық әкімге айтқанбыз екі рет, жазбаша бердік, ауызша бердік. Көңіл бөлмейді әңгіме. Бақтасанға да бергенбіз, қағаз бергенбіз. Жоқ, Облыстық әкімге шыға берейін десем, бұл болмайды, 700 метр жерді бір қайсыра болып тұр. Ана жолда жарысын, сета жарысын тастап кетті ана көшенде. Істейміз деп, қалып тастаған жарысын. Лотокты істемеді. Лотокты істемеді. Кейін қамыс басып кетті, ана сол топақта кетті, көтерді. Қамыс басып кетті. Мынау біздің ауылды басында знак айттым сізге. Ел мекен атау. Бізде знак жоқ ауылымыз ішінде. Біз скорый шақырсақ та ауылды білмейді, өтіп кетеді. Бізде өтіп кетті, ауылдың аты жоқ, білмейсіз. Біз скорый шақырсақ та, не қылсақ та келмейді, білмейді, өтіп кетеді. Мен де көргенмін, бірақ та ауылға келген Екінші мәселе мынау свет жөнінде. Біздің енді столбыларға жартысын ауыстырып кетті, кабремонт жасады. Ақша бөлінген. Бұны жерде 20 шақты столбылар қалды. Оларға 70 жылдай болған, ертеңгі күні кәтті мыняқты жел болса, үлкен дауыл болса құлап кетуі мүмкін. Соларға бір рес жағына жәрдем берсе, сымдарын ауыстырып, столбыларды ауыстырып, реттеп берсе болар. Сол бір өтініш ортақ әкім. Сіз қадағаласаңыз болсын. Басқа ауылдар бар. Мал вообще ямайды. Біз бұлтыр өзіміз текстердік мынаны. тас төселді ме? Биыл төселді ме? 25-те. 2 жыл болды. Біраз болды. 2 жыл. 2019-да. 2019-да төселді. Бұлтыр қайтып тұрылады, ақша беріп өзіміз кіреді. Мынау естімей істеген тасжол болмайды ол. Көл ол тұрған батпақтың ішіне алып, әкеп не қылады? Ол батпақсына. Бірақ документ Шымкенттен тасыды. Солай жазды. Конечно, шарт болады. Например, газ істеп кетті. Қандай фирма білмейді. Яғни болды. Біздің көшеге барында бүйтіп келген. Біздің көшеде газ. Сол кезде айтық шетке қоймады. Біз өзіміз білеміз деп. Ол Сталды да сондай қылады. Және бір 8 сталдың қойды, шетке қойса, асфальт түседі. Асфальт түсе берсін, өзіміз кетіп істейміз, қайтып деді. Мен дәл мұны жаңа жылдан алдым. Дәл сөйтіп айтты. Сонымен қатар тұрғындарды мазалап отырған тағы бір мәселе ауыл маңындағы қоқыс мәселесі. Көшелер мен ауыл маңындағы аумақтардың тазалығы туралы сұрақ қойылғанда жауапты тұлғалар нақты жауап бере алмаған айтылуда. Ауыл айналасындағы қоқысты кім тазалайды деген сұрақ әзірге ашық күйінде қалып отыр. 19 тас өзіп шықты да, бір жылдан кейін асфальт сатып береміз. Ne şu oldu kazın?
мына асфальт біз өзіміз тас өседік. 7 жыл болды. Сағат 6-да қараңғы түседі. Мына жақтар уже қап-қараңғы болады. Балдар қараңғы. Сонымен қатар ауылға кіреберісте елді мекеннің атауы жазылған тақтайшаның да жоқ екені айтылуда. Жергілікті халық бұл жағдай ауылға жеткілікті көңіл бөлінбей отырғанның белгісі деп санайды. Көпұлтты ауыл тұрғындары әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелерге көбірек назар аударылып, жергілікті билік халықпен ашық кездесулер өткізсе деген ұсыныс білдірді. Тұрғындар жауапты мекемелер жол құрылысының сапасын тексеріп, бөлінген қаржының жұмсалуына байланысты нақты жауап береді деп үміттенеді. Мақтаарал ауылдық округінің әкім орынбасары Ибраев Әлім. Зам әкімнің орынбасары 4 жылдай болды. Қазір өседен юристтен бастаған 15 жылдай осы округта қызмет еттім. Тазалыққа қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әлде үлгере алмай жатсыздар ма? Жұмыс қазір жүріп жатыр, 2 жыл болды. Президентіне жолдаумен Таза Қазақстан деп мен әр суббота күні субботниктер ұйымдастырады, ауылдармен, тұрғындармен, өзіміз қызметкерлермен. Сонымен біргелесіп, ауылдарды тазалық жұмыстар жүріп жатыр. Біз анау тағы бізге бөлінетін стихийный бедствие деген мусор жинайтын жерлер бар. Соны бізге ақша бөлінеді тазалыққа. Сол ақшаны жұмсап, сол доғырға отырып, сол бір фирма кеп, кооперативға кеп, доғырға отырып, келіп, сонда мусорды алу жұмыстарын жүргізеді. Жалпы қоқыс тастайтын полигон қай жерде орналасқан? Бізде полигонда не жақта логистика зона бар, Атакент, Мақтаарал күні шыққанда аэропорт жақта. Қазір заводтар бар ғой, сол жерде полигон. Сіздерге қарайды ма? Бізге қарайды, иә. Сол полигон қаншалықты заңдылық? Полигон ол бүгін баяғы ірленген кезде құжатталынған, істелінген. Бүгін Мақтаарал бір еді ғой. Сол кезде ірленгенде сол бір полигон ашылған. Қай жыл есімде жоқ, қай жыл екен. Сол құжат сол жерде полигон, жер бөлініп, сол жерде полигон ашқанбыз. Қазір Жетісай ауданы, Мақтаарал ауданы сол полигонмен мусор қоқыс сұяқ шығарып жатыр қазір. Ол заңды документ қазір неге қарайды? ЖКХ. Полигон қандай болу керек? Полигон қандай екенін мен айтамын, қандай болу керек? Полигон деп құжаттан деп ашқан, ол қалай екенін жеке кәсіпкер бар, өздері доғыр ойнатылған. Қандай кәсіп? Білмедім, қандай кәсіпкер. Ауылыңыздағы жағдаймен қалай? Жоқ, қандай кәсіпкер екенін білмедім, неғаған жоқ, сұрастырған да жоқ. Қоқыс тастайсыздар? Қоқысты қанша төлейсіздер бір көлікке қоқыс тастау үшін? Біз қанша төлейді яқта? Ол жаңа нем жоқ. Оны отырған фирма өзі келісіп, өздері шығарып тастайды. Қанша тастатқанын білмеймін, қаншаға шығарып жатқан. Өлекселерді сіздерден шыққан өлекселерді қайда тастайсыздар? Өлекселерді біз специальный нелер бар, ветеринарлар бар. Ветеринарлар алып кетеді. Өздерінің несі бар, өршейтін полигон. Ол қайда орналасқан? Ол Мырзакентте, шет жақты бұл жерде. Осы жақтан Мырзакентке алып кетеді ме? Иә, өз жер бар да сол жерде. Мырзакент па, сол бір жерде. Сол жаққа алып кетеді, қайқа алып кетеді. Одан да хабарым жоқ. Жоқ, алып кетеді, бірақ өліктерді алып кетеді, өртейді. Жалпы сіздің әкімшілік осы орынбасар ретінде функционалдық қызметіңіз айта кетсеңіз жалпы. Функционал мен сол ұйымдастыру жұмыстары, тазалық. Тазалық қоқысты білмейсіз, өрексен қайда алып кететінін білмейсіз, ол жақ. Жоқ, ол жақ сорамаймыз да жақты. Қайқа кетіп отқан. Енді осы қаңғыбас иттер бар, мысалға, ауылда жүретін. Иә. Олармен қандай жұмыс жасайсыздар, мысалы, вет қызметтерін, вет инспекция. Вет инспекция бар бізде. Қандай жұмыс атқарасыздар, сіздер енді бірігіп жұмыс жасайсыздар? Дұрыс қой, бізге адамдар келеді, арыз өтініштерін тастайды. Бізде вет служба бар. Осы 25-те дейікші? 25-те неғаған жоқ, мен келесі оған, бірақ қанша атып кетіп. Одан да хабарым жоқ. Одан хабарым жоқ, қанша атып. Бірақ атып кетіп жатыр, бірақ келеді, көрсетеді. Бірақ күніге учет алмаймыз да, оны күніге көреміз, атқандарына келіп есептеп. Еліңізде ауылыңызда отқан жағдайға бейжай қарайсыздар. Хабарым жоқ. Жоқ, хабар бар ғой, енді атқызамыз ғой осы, енді оны бір учет қылған жоқпын, қанша итті қай жылда бір атқанымды сорамып, оны не алмап, не есептемеп. Өзіңіздің функционалдық қызметіңіздегі, өзіңіздің міндетіңіздегі жұмыстардың көбісін білмей отырсыз. Жалпы мемлекеттік рәмізді айтып беріңізші, еліңізге деген патриоттығыңызды білейік.
патриотизм ол біліктілігіңізді тексере алмаймыз енді жалпы осы жоқ ол сұрақты бастан қояды да сол айтамыз есімізде шығып кетеді бастан фамилияны жаттап аламыз есімізде шығып кетеді ол қазір тәуелсіздігімізді айқындайтын мемлекеттік рәміздер ғой осыған енді гимнді енді шәмші қалдаяқов дейді сосын ішіне шәмші қалдаяқов өзі авторы сосын оған тағы назарбаев бар президент экс президент сол қосылған қай жеріне қосылған әр бір куплет қосқан қосылған несін берген өзім гербті авторы ұмытып қалады екенсің қанша жаттайсың оны айтасың жаттайсың есің ауылдың енді басшысы ретінде әкім ретінде патриот болатын азамат мемлекеттік рәміздерімізді жатқа білу керек. Так, Шотау Уәлиханов. Кім? Досеке, ненің елтаңбаны шешу бойынша актың несін әкеп беріңізші. Төменде сіздерді авторларын айта кетсеңіз, актын ертең таныса береміз. Болды. Қазір хабарласам. Қазір жауап бересіңізші. Мемлекеттік рәміздер ел тәуелсіздігі мен бірлігінің басты нышандары. Сондықтан оларды білу және құрметтеу әрбір азаматтың, әсіресе мемлекеттік қызметкерлердің міндеті.